Қостанайда тұрғын үй коммуналды шаруашылығында энергия үнемдеу және инновацияны қолдану мәселесіне арналған аймақтық конференция өтті. Атқарушы билік, бизнес өкілдері, сала мамандары бас қосқан жиында инженерлік желілерді инфрақұрылымды модернизациялау бойынша кешенді шаралар талқыланды. Бүгінде Қазақстан бойынша жылу желісінің 63%, электр қуатының 73%, газ құбырының 54% жөндеуді қажет етеді. Елбасының тапсырмасына сәйкес 2015 жылға дейін жалпы тұрғын үй коммуналдық желілерінің 31 мың шақырым көлемі қайта жаңартылуы тиіс. Осы міндетті жүзеге асыру мақсатында арнайы бағдарлама қабылданды. Сондай-ақ энергоресурстарын үнемдеу технологиясын енгізу басым бағыттардың бірі. Конференцияға қатысушылар аталған мәселе турасында өз ой-пікірлерін ортаға салды. Жылу, электр энергиясын үнемдейтін құрылғыларды орнату өндірушіге де тұтынушыға да тиімді. Артық шығынға жол бермеу арқылы коммуналды салаға қатысты көптеген мәселелерді шешуге болады. Автоматты реттегіш орнатылса, қарапайым халық тек жылу ақысын қазіргіден 35%-ға дейін аз төлейді. Күзгі және көктемгі уақытта бізге тек керек 35-40 градус. А бізге үйге келіп отқан 60 градус, 20 градус үшін біз артық төлей бастаймыз. Автоматтық түрлі қолданылатын жүйелер қойылғаннан кейін өзі байқалып жатыр, ең аз төлейтін уақыт көктем мен күз.